Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермендер. Әскер блог арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз хабарымызда бауырлас Түркия мемлекетінің қарулы күштері жөнінде айтатын боламыз. Ендеше осы арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Түркия армиясы Таяу Шығыс аймағында ең қуатты әскер болып саналады. Сондай-ақ бауырлас Түркия Солтүстік Атлантика одағы НАТОға мүше мемлекет. Бұл Солтүстік Атлантика одағында Түркия әскери күш қуаты жағынан ақш-тан кейінгі екінші орында. Түркия әрдайым бүкіл Таяу Шығыстың, тіпті бүкіл жерорта теңізі бассейнінің геосаяси архитектурасының негізгі ойыншыларының бірі болды және болып қала береді. Сондай-ақ Түркия сөзсіз Қара теңіз аймағының көшбасшыларының бірі. Түрік армиясының тарихы сонау 14 ғасырдан бастау алады. Бұл кезеңдегі қарулы күштер Осман империясына қарағанын атап өткен жөн. Осман империясы өзінің атын алғашқы билеуші Осман бірден кейін алды. Алайда 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Түркия әскери және экономикалық тұрғыдан дамудың шыңына жетті. Осы кезден бастап армияда әскери ұшақтар, сонымен қатар әмбебап атыс қаруы қолданыла бастады. Флотқа келетін болсақ, кемелер әдетте әскери теңіз күштері үшін Еуропадан тапсырыспен алынып отырды. Бірақ 20 ғасырда мемлекет ішіндегі күрделі саяси жағдайға байланысты Осман империясының қарулы күштері өзінің қызметін тоқтатады. Өйткені өкінішке орай Осман империясы тарих сахнасынан жойылып кетті. Оның орнына бүгінге дейін бар Түркия республикасы пайда болды. Қазіргі Түркияның қарулы күштері 3 мамыр 1920 жылы құрылды. Түрік әскері бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін құлаған Осман империясының әскери күштерінің қалдықтарынан бастау алады. Мұстафа Кемал Ататүріктің бастауымен түрік халқы тәуелсіздік соғысында жеңіске жетіп, Түркия республикасы жарияланып, түрік әскері ұйымдастырылды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Түркия бейтараптылықты ұстанып, соғысып жатқан екі жақтан да бірдей дәрежеде алшақ болуға тырысты. 1943 жылы өткен екінші Каир конференциясында Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль және Исмет Иненю Түркияның одақтастарға қосатын үлесі туралы келіссөз жүргізіп, Түркия өзінің бейтараптылығын сақтай беруге, осы арқылы Германия және оның одақтастарының Таяу Шығыстағы мұнай қорларына қол жеткізулеріне кедергі болуға тиіс деп келісті. Түркия, Германия және оның одақтастарымен әскери қақтығысқа еш түспесе де, бүкіл соғыс бойы Түркия өзінің қарулы күштерін жауға тойтарыс беруге дайын жағдайда ұстап тұрды. 1950 жылдардың басында Түркия Корей соғысына Біріккен ұлттар ұйымының мүше елі ретінде қатысты. Бұл соғыста Түркия 731 адамынан айырылды. Түркия 1952 жылғы ақпанның 18-інде НАТОға мүше болып, өзінің қарулы күштерін модернизациялай бастады. 1974 жылы шілде айында түрік қарулы күштері Кипрде ЕКБ ұйымдастырған және Никос Самсон жетелеген демократиялық жолмен сайланған президент Макариосты орнынан қуған және Грекия мен Кипрдің арасында саяси бірлік орнатуды мақсат етіп қойған әскери путчты басуға қатысты. Ол путч Афинадағы билік басындағы әскери хунтаның қолдауымен жүзеге асырылған болатын. Кипрдегі текетіріс 1974 жылдың тамызына дейін жалғасып, аралдың үш жүзінде екі бөлікке, солтүстігіндегі түрік және оңтүстігінде грек бөліктеріне бөлінумен аяқталды. Түркия әлде Кипрде өз әскерлерін ұстап отыр. Себебі бұл мәселенің саяси шешілуінің ауылы әлде алыс. Ал түрік Кипр халқының көптеген мүшелері 1963-74 жылдар арасында болған грек киприоттарымен болған қақтығыстардың қайталануынан қауіптенеді. 2004 жылы ұсынылған Кипрді біріктіруді мақсат етіп қоятын Аннан жоспарын түріктер қабылдады. Бірақ гректер арал халқының 5-тен 1-ін ғана құрайтын түріктерге тым көп жеңілдіктер береді деген уәжбен бұл жобаны қабылдамай тастады. Мың 1980 жылдардың соңына қарай түрік қарулы күштерінде қайта құру және модернизация үрдісі басталды. Ол әлі де жалғасуда. Түркияның бұндағы мақсаты әскери құрал жабдықтарды өзі шығара алатындай болып, әскери технологиялар жөнінен тәуелсіздікке қол жеткізу. Жиырма бірінші ғасырда қарулы күштер бұл мемлекеттік әскерлердің әртүрлі жиынтығы.
Олар елді сыртқы агрессиядан қорғауға, оның аумақтық тұтастығын сақтауға арналған. Түрік қарулы күштері ішкі істер министрлігі мен қорғаныс министрлігі арқылы басқарылады. Сонымен қатар құрлық әскерлерінің маңызы зор екенін айтап өту керек. 2019 жылы қарулы күштердің жеке құрамының саны 355.200 әскери қызметшіні құрады. Резервтегілерді қоспағанда. Оның 260.200-і құрлықтағы әскер, 45.000-і әскери теңіз күштеріндегі, 50.000-і әскери әуе күштерінде болды. Сондай-ақ Түркияның қарулы күштерінің құрамында құрлық әскері, әскери әуе күштері, әскери теңіз күштері, жандармерия және жағалау күзеті әскерлері бар. Штаб-квартирасы Анкара қаласында орналасқан. Бас қолбасшы ел президенті Реджеп Тайип Ердоған, қорғаныс министрі Хулуси Акар, бас штабтың бастығы генерал Яшар Гюлер, түрік армиясындағы қызмет және оның шақыру жүйесі жалпыға бірдей әскери қызмет туралы заңмен бекітіледі. Әскери қызмет әскерге жарайтын 20 мен 41 жас аралығындағы барлық ер азаматтар үшін міндетті болып табылады. Барлық әскер түрінде қызмет ету мерзімі 12 ай, 16-17 мың түрік лирін ел бюджетіне төлеген түрік азаматы әскерге шақырылудан босатылады. Жыл сайынғы әскерге шақырылатын контингенттің саны шамамен 700.079 адамды құрайды. Түркия өте маңызды және қақтығыстары мол, түрлі саяси режимдері, экономикалық жүйелер және әскери қуатты мемлекеттер орналасқан аймақта орналасқан. Түркияның Қара, Эгей және жерорта теңіздері мен Балқан түбегі, Кавказ және Таяу Шығыс секілді аймақтармен шектесетін стратегиялық маңызы зор жерде Еуропа, Азия және Африка құрлықтарының халықаралық геостратегиялық сызықтар және жолдары тоғысатын жерде орналасқан. Түрік бұғаздарын өз бақылауында ұстап тұрған Түркияның Суэц каналында өз бақылауына алуға, яғни бүкіл аймақтағы теңіз қатынасына әсер етуге қабілеті жетеді. Еуропадан Таяу Шығыстан орасан зор энергия қорларына апаратын жол шығыс және оңтүстік шығыс Анатолия арқылы өтеді. Түркия мен көршілес аймақтарда көптеген түбегейлі өзгерістер болып жатыр. Сол өзгерістермен бірге жаңа қауіп-қатерлер де келуі мүмкін. Түркияның байсалды саясаты мен қуатты әскери күші бұл аймақтың тұрақтылығына оң әсерін тигізуде. Осы белгісіздіктің жағдайында Түркияның қауіпсіздігіне тек қана түрлі режимдер мен әскери күштер ғана емес, саяси, экономикалық және әлеуметтік тұрақсыздықтар, шекара даулары, билікке талас және лаңкестікте қатер төндіреді деп саналады. Аймақтық дағдарыстарға тойтарыс берумен бірге түрік қарулы күштері саяси билік орындарының шешімімен жаһандық бейбітшілікке төнген қауіпке де тойтарыс беруге дайын болуға тиіс. НАТО одағының мүшесі ретінде Түркия Республикасы өзінің одақтастарына әскери көмек беруге және ғаламдық бейбітшілікті қорғауға дайын. Түркия НАТО елдерімен бірге қорғаныс саласында ынтымақтастық жасасып, қарусыздану және қаруды бақылау астына алу бастамаларын қолдайды. Түркия ешқандай елдің қауіпсіздігіне нұқсан келмеу үшін ғаламдық қарусызданудың тиімді бақылау тетіктерін ұйымдастыруды қолдайды. Көптеген дау жанжалдарға толы аймақта орналасқан Түркия НАТОның қорғаныс тізбегінің бір ұшы ретінде қуатты ұлттық қорғаныс қабілетіне және кез келген қатерге тойтарыс бере алатын қуатты әскерге ие болуы өте маңызды. Түркия Республикасының қарулы күштері әскери теңіз флоты және әскери әуе күштерінен тұрады. Жандармерияның басшылығы және жағалау қорғанысының басшылығы бейбітшілік кезінде ішкі қауіпсіздік қызметтерінің бөлігі ретінде қызмет етеді. Ал соғыс кезінде тиісінше құрлық және теңіз күштерінің басшылығына бағынады. Бас штабтың басшысы әскери күштердің қолбасшысы болып табылады. Соғыс кезінде ол президенттің атынан бас қолбасшы қызметін атқарады. Қарулы күштерді басқару, әскерді жабдықтау, дайындау, ұйымдастыру, операциялар, барлау жұмыстарын өткізу бас штабтың құзырында. Сонымен бірге түрік бас штабы түрік қарулы күштерінің НАТО мүшелерімен және басқа да достас елдермен байланыстар жүргізеді. Түрік қарулы күштері 5 тармақтан тұрады. Олар құрлық әскері, әскери әуе күштері, әскери теңіз флоты, жандармерия және жағалау қорғаныс күзеті. Түркияның құрлық әскері дүние жүзіндегі ең үлкен әскерлердің бірі және НАТО мүшелерінің арасында екінші орында.
түрік әскері қысқа мерзімнің ішінде 50 мың адамдық әскери құраманы бірлескен операция өткізуге жібере алады. Әскер күні-түні бірден 6 батальоннан жібере отырып, әуе арқылы шабуыл операцияларын жүргізе алады. Түркия армиясының қарулары айтарлықтай жоғарғы деңгейде. Құрлық әскерлері көптеген танктермен жабдықталған. Оның ішінде Leopard 2A4 316 данасы, Leopard 1A3 227 данасы, Leopard 1A1 170 данасы, M60A3 650 данасы, M60A1 100 данасы, M60T 166 данасы, M48A5 T1 және Т2 750 данасы. Сондай-ақ әскери брондалған машиналар ACV-15 645 данасы бар. М113 2813 данасы бар. AAPC 823 данасы бар. Отаккор Акреп 250 данасы бар. RCV Кобра 800 данасы бар. Кобра 2 82 данасы бар. Кирпи 650 данасы бар. Артиллериялық және зымыран кешендері Т-155 Фертина 155 мм өздігінен жүретін артиллерия 310 данасы бар. М107 175 мм САУ 36 данасы бар. М110А2 203 мм 219 данасы бар. Пантер 155 мм өздігінен жүретін гаубица Сингапурмен бірлесіп жасалған. Т-122 Сакария 122 мм РСЗО 36 данасы бар. М270 МЛРС 227 мм РСЗО 12 данасы бар. ТР-300 Касирга 302 мм РСЗО 50 данасы бар. Шұғыл тактикалық зымыран кешені MGM-140 AT-C MC және G-600 Илдирим. М106А1 өздігінен жүретін 106,7 мм миномет 1264 данасы бар. Танкіге қарсы қару М40А1 106 мм қару 2329 данасы бар. ACV-15 ТОФ өздігінен жүретін танкіге қарсы зымыран кешені. Сондай-ақ Корнет Е, Эрукс, Милан Кобра. Сондай-ақ әуе қорғанысы. Атылған өзіңмен бірге алып жүретін зымыран кешені 70 дана. Зипкин. Бұл да сондай 78 данасы бар. Сондай-ақ ФИМ-92 Стингер 146 данасы бар. Зениттік артиллерия М42А1 266 данасы бар. Орликон JAD-01 439 данасы бар. Армиялық авиация Bell AH-1 Кобра 40 данасы бар. Агуста Т-29А соққылаушы тікұшақ Bell H-58 көп мақсатты тікұшақ IC-532 Юль 30 данасы бар. Сикорский Си-70А транспорттық тікұшақ 50 данасы бар. Bell 204-205 тікұшақтардың 45 данасы бар. Сондай-ақ барлау және нысанды белгілеу құралдары NTPQ-36 РЛС. Түрік әскери әуе күштері дүниедегі ең алғашқы ұйымдастырылған әскери әуе күштердің бірі. Оның әуе флоты НАТО әскерлерінің ішіндегі ең үлкендерінің бірі. Әуеде жанармай толтыру ұшақтарымен жабдықталған. Түрік әскери әуе күштері кез келген құрлықты операциялар мен жаттығуларға қатысып, базаларына қайтып келе алады. Түркияның әскери әуе күштерінің сапында F-35 5-ші буын жойғыш ұшағы 4 данасы бар. F-16 барлық модификациялармен бірге 260 данасы бар. Канадаир көп мақсатты жойғыш ұшағы 27 данасы бар. Northrop F-5 52 данасы бар. Макдоналдс Дуглас F-4 51 данасы бар. Транспорттық авиация Boeing 737-700 транспорт 1 данасы бар. Boeing 737-700 BBG администраторлық 1 данасы бар. Boeing 737 IF-8C алдын ала ескерту және басқару ұшағы 4 данасы бар. Boeing KC-135R жанармай құюшы ұшақ 7 данасы бар. TUCACCN 235M транспорт 48 данасы бар. Lockheed
Си-130 барлық модификациясымен бірге 48 данасы бар. Транспорт Альянс Си-160D 16 данасы бар. Аэробус А400М транспорттық самолеты 1 данасы бар. Сондай-ақ америкалық, италиялық, франциялық, кореялық оқу-жаттығу ұшақтары да бар. Тікұшақтар Бел Юн-1 Ирокез көп мақсатты тікұшақ 20 данасы бар. Юрокоптер IC-532AL көп мақсатты 6 данасы бар. Юрокоптер IC-532 Юль транспорттық 14 данасы бар. Әуе шабуылына қарсы қорғаныс кешендері С-400 алыс орта қашықтықтағы зениттік зымыран кешені. Сондай-ақ Ми-14 Nike Hercules Рапира жер әуе зениттік кешені, Мим-23 Хок орта қашықтықтағы зениттік зымыраны. Түркия 17 жылы ұшқышсыз ұшатын ұшақтарды сәтті сынақтан өткізді. Түркия ұшқышсыз басқарылатын ұшақтарды жасауды 2004 жылы ақш өзінің ұшақтарын Түркияға сатудан бас тартқаннан кейін бастады. Қазіргі таңда Түркия әскери әуе күштерінде Байрақтар TV-2, Байрақтар Мини-Юаф, Байрақтар Акинжи, Ақсунгур, Каргу деген ұшақтармен қаруланған. Бұл ұшақтар өздерінің мүмкіншіліктерін Сирияның, Ливияның және қазіргі таңда Қарабақтың аспанында көрсетуде. Түркияның әскери теңіз флоты ғасырлар бойы жерорта теңізіндегі ең қуатты теңіз күштерінің бірі болып келді. Қосымша кемелерінің көмегімен түрік әскери теңіз флоты дүниенің кез келген мұхиты немесе теңізінде операциялар немесе жаттығулар өткізе алады. Түркияның сүңгуір қайықтары 15.000 теңіз миль қашықтығына сапар шегіп, өз тұрақты базаларына қайтып келе алады. Түркия әскери теңіз күштерінің сапында 13 дизель электрлі сүңгуір кеме бар. Олар Атлай, Первез және Гюр типіндегі кемелер. Сондай-ақ 16 фрегат бар. Олар Явуз, Барбарос және G типіндегі кемелер. 10 корвет бар. Олар Би және Ада типіндегі кемелер.